Түркістанда аумағы 50 гектар болатын экопарк ел игілігіне тапсырылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ашылған заманауи саябақ Түркістан жұртшылығы мен қонақтары бас қосатын мәдени орын болмақ. Онда спортпен шұғылданып, бос уақытты тиімді өткізуге қолайлы жағдай жасалған. Ерекше жоба туралы тілшіміз тарқатады. Қарашық өзенінің бойында орналасқан ауқымды экобақ 2 айда салынып бітті. Жаңа нысанның ашылуына 10 мыңға жуық адам жиналды. Шара барысында жаңа конституцияны қолдауға арналған акция өтті. Салтанатты жиында өңір басшысы Нұралхан Көшеров қала тұрғындарын жаңа нысанның ашылуымен құттықтап, санаулы күндерден кейін бүкіл ел болып қолдаған жаңа конституция күшіне енетінін атап өтті. Осы ата заңымызды қолдау мақсатында халықтың ұсынысымен түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бұл іс-шара елдің қолдауын көрсетіп, мыңдаған марафоншылар мен спортшылардың қатысуы жаңа конституцияға деген құрметін айқын дәлелі. Түркістан жұртшылығы референдумға қатысу бойынша елімізде көшбасшылар қатарына болып, бірлік пен отаншылдықтың үлгісін көрсетті. Экобақ аумағында жергілікті климатқа бейімделген ағаштар егілген. Одан бөлек 4 көпір, күн панельдерімен жұмыс істейтін 170 шам, 3 волейбол, 1 футбол, 4000 шаршы метр балалар ойын алаңы салынған. Сондай-ақ балық аулайтын арнайы 3 жағажай, 11 от жағу алаңы, барбекю аймақтары, тас пен ағаштан жасалған мүсіндер орнатылған. Көріп, көңіліміз қуанды. Мына небірелеріміз ойнап, өзің балалық шақтарымызды болушы еді бұл алты бақандар. Міне қайтадан тағы осы өзіміздің қазақшылығымызға келіп жатырмыз, айналайын. Балдарымыз осылардың қуанышын көре берсін. Шара аясында көпшілік назарына спорттық қойылымдар ұсынылды. Одан бөлек бүкіл облыс аумағында өткізілген тәртіпке тартылу жобасының финалдық кезеңі өтті. Қатысушылар өз күштері мен төзімділіктерін сынап, спорттық шеберліктерін көрсетті. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Түркістаннан.